Сізге қызығын айтайын. Келінді төрге шығарады, ата-анасы төменде жүгіріп, ана төрде отыр, патшайым болып. Әлі еңбек сіңген, әлі шайнек шай құйған жоқ әлі. Бір кесе пиала шай құйған жоқ. Келді, бет ашылды шықты. Келді, бет ашылды, некесі қиылды да төрге шығып кетті. Төрде королева тұрды. Сөйтсе ана екі құлы жүгіріп жүрді. Атасы мен енесі. Атасы мен енесі төбесін көріп қойды. Келінше, енді ол өзінің төбесін көрсетпейді оларға. Ол ойлайды, мынау менің мәңгілік құлдарым екен деп ойлап қалады. Көрдіңіз ба? Осы жерден біз құртып аламыз сол жастарды. Ата-ана ойлайды, мен бұларды күшті қылып, бақытты болсыншы деп ойлап тұр. Ал келін оны олай ойлай алмайды. Өйткені ата-ананың көрген өмірлік тәжірибесімен келіннің өмірлік тәжірибесі сәйкес емес бір-біріне. Ана ойлайды, ана келін, бұлар менің құлдарым екен. Сосын таңертең тұрады. Құлдарым, неғып жатсыңдар, тұрсаңыздар, күнделікті тірліктен істей берсеңдерші дейді сосын. Көрдіңіз ба? Менің баламды бағатын осы құлым екен, оның бұтын жуатын құлым екен, оның киімін жуатын, тамағын беретін құлдарым екен деп, құл сияқты қарайды ата-енесіне. Міне осы жерден қақтығыс басталады. Ата-ана риза емес, оны көрген бала екі ортада, бірдеңе дейін десе, кеше алған қатыны тәтті әлі, балдай, оған бірдеңе дейін десе, оны ренжітіп алам, оған бірдеңе десе, мыналардың көңілін қалдырып қоям дейді. Сөйтіп екі ортада жүрген кезде бір 2-3 бала, 4-5 бала пайда болады. Енді ажырасайын десе, ажырасамайды. Сонымен ырың-жырың, неден соның бәрі? Келе салып, төрге келінді шығара салғаны. Келін дегенді, мынандай өзімен қатарлас бір шетіне отырғызып қой. Біздің кеше Шәкен Аймановтың тойының несінде, киносында кез келген тойларды арасаң, Абай жолын оқысаң, Қыз Жібек Төлегенді көрсең, екеуін бөлек отауда жеңгелер отырады қасында қарап. Әлі неке қиылған жоқ. Мынадан аттап кетпеңдер деп ортасына белбеу тастайды. Көрдіңіз ба? Екеуі бөлек отауда отыр. Контрольде бәрі. Анау билер, жаңағы үлкен ақсақалдар, абыздардың ең төбесіне барып отырған жоқ жастар ол жерде. Абыз ақсақалдар оларға бүйтіп қарап отырған жоқ. Бізде қандай? Абыз ақсақалдарымыз аяулы 15-20 бала тапқан алтын алқалы, алтын құрсақты аналардан төмен отыр ғой. Көрдіңіз ба? Ана патшайым сол күннен бастап дух жинайды ғой. Сол духпен ары қарай бір әулетті қан қақсатады. Сөйтіп сорын ашады. Бірақ ол кезде кеш болады. Бастан жіберіп қойды. Мен бір тойда болғам қажыге. Сол тойда жас жұбайлар төрге шығыңдар деген хал той болып жатыр. Оранған қыз әдемі кәдімгі қазақи орамалда. Біздің кейбір келіндер жартылай жалаң ашық бір жаңағыдай көшеден сүйреп әкелген қыздар шығып шығады ғой. Төсін ашып, төсін ашып, арқасын бек бөксесін ашып қойып, жарқырап, төсін жалтыратып шығады ғой. Ол келін олай шыққан жоқ. Ол келін кәдімгідей оранып, беті қолы ғана көрінеді, аппақ әдемі киім киіп, сөйтіп төрге шығыңдар жастар деп келеді ғой, бәрі қошеметтеп орындарынан тікесінен тік тұрып қарсы алып отыр. Екеуін төрге қарай жібермем, екеуі екі жаққа қарай кетті. Бұлар не істеп жатыр дедім. Сөйтіп жігіт барды да қыздың ата-анасын, келін барды да ғана жігіттің ата-анасын алып шықты да ғана апарып төрге отырғызып қойды. Мәссаған. Мынау Мұса тойханасында болды сол. Мен ананы көріп көзімде жас тоқтата алмаймын ғой. Міне не деген өнеге тәрбие берген ата-анасы. Көрдіңіз ба? Екі ата-ананы отырғызып қойды да өздері сол көйлекпен қызмет жасады ғой, Қажеке. Міне осыны істету керек біздің жастарға. Міне осы күнге жеткізген сендерсіңдер деп керісінше анау екі ата-ананың жастардың орнына екі ата-ана төртеуі отыру керек сол жерде. Екі құда мен құдағи. Міне осы қазақтың өнегесі. Әдебі жолы. Айтады ғой, көргенді қарлығаш ата енесінен жаңағы екі бұта төмен отырады дейді. Мен соны көрдім, міне ислам деген осы. Дін деген осы міне. Дінді білмеген, дымды білмейді атамазақ. Біздің көп жастарымыз дінге бетбұрыс жасайын десе, ата-анасы қарсы. Не үшін қарсы? Өзіне қызмет еткізуге қарсы отырды ата-анасы сонда. Жастардың иманды болып өсуіне қарсы шығып отырды ата-ананың өзі. Қой жақсы болып кетпе деген сияқты. Қой жақсы болып кетпесін, қатты иманды болып кетпесін деп. Ал иманды болып кеткен жастардың ісі анау. Ол өмірімде бір-ақ рет көрдім осыны. Сонша жылдық тойдың тарихында. Сонша 25 жыл тойымның тәжірибемде сол жастардың барып, ата-ананы барып отырғызып болған көргенде, анардағы бала шағасынан зәбір көрген, бала шағасынан бір жақсы сөз естімеген небір ата-аналар тұр ғой, кетті ғой көз жас.
міне осы көз жас ертең ана екеуін жәннатқа кіргізеді.